Жаркент қаласындағы мәдени-тарихи орындардың ерекше сәулетшісі Жаркент мешіті болып саналады. Орта Азия сәулет өнері үлгісіндегі бұл мешіт 1892-1895 жылдары ұйғырдың ірі байы Уәли Юлдаш деген кісі Хонбек деген Қытай сәулетшісі салдырған. Юлдаш деген ұйғырдың күресі мұсылмандардың ақша жинап мешіт деп салған. 25 жылға дейін мешіт болып келді. Ал өнімге әртүрлі казарма, солдат. Оған 78 жылы Бәйкен Ашиев деген Мысыр Советтің председателі сол кісі келіп өзі көріп, музей болсын деп жарлық шығарып, содан бері музей. Мешіт үлкен аумақты қамтып жатыр. Бас қақпасына кіреберісте медресе бар. Одан соң мешіттің өзіне кіруге болады. Мешіттің ішіне кіргенде шатырды тіреп тұрған биік бағаналарды көруге болады. Барлығы 122 бағана қолданыпты. Жаркент мешіті сәулет-көркем мұражай қаланың орталық бөлігінде орналасқан. Құрамына мешіт, мұнаралы қақпа, кіші мешіт, медресе, сырт қақпа, тас қоршау секілді нысандар кіреді. Мешіт тұтастай ағаштан, тянь-шань шошасынан шегесіз қиыластырылған. Беті шығысқа қарата салынған. Мешіттің ауданы 28-54 метр, биіктігі 14,5 метр, ал мұнарасы 19 метр. Ол 52 бағанамен тізбектеліп, өрнектеліп төңкерілген. Арабша жазылған жазулардың өзі өрнекше өрнек өте жарасымды келістірілген. Мешіт ауласында қосымша шағын үй және медресе бар. Кіші мешіт медресе мен тас қоршаулар 1905 жылдары салынған.